Көкөністердің барлығы дерлік жасыл түсті екен. Кенеттен жаңбыр жауады. Жаңбырға қатты қуанған көкөністер асыр салып ойнай бастайды. Көкөністер өте көңілді. Жаңбырдың тамшылары олардың жапырақтарында тұрып, тырс-тырс жерге тама бастайды. Кенеттен бір құбылыс пайда болады. Құбылысқа таң қалған көкөністер айнаға таңырқап тұрып қалды. Қызыл, жасыл, әр түсті, кемпір құсақ мен болам. Нұр шашып бар әлемге, жаңбырдан соң мен шығам. Олай болса маған бір түсімді бересіз. Сырқасыз, мен асқабақпын. Асқабақ, олай болса сен менің қызыл сары түсімді ал. Мә асқабақ! Кемпір қосақ асқабаққа қызғылт сары түсін шашып жіберген уақытта ол әдемі қызғылт сары түске енеді. Ой, қандай сен әдемісің? Кемпір құсақ, маған да бір түсімді берші. Сырқасыз, мен қызанақпын. Қызанақ, онда сен менің қызыл түсімді ал. Мә қағып ал! Қызанаққа қызыл түсін берген кезде ол да әдемі қызыл түске енеді. Кемпір құсақ, қандай сен әдемісің бәл. Кемпір құсақ, маған да түсімді берші. Сырқасыз, мен сабызбын. Сәбіз, мен саған өзімнің сары түсімді сыйлаймын. Мә қағып ал! Сәбізге кемпір қосақ сары түсін шашқан уақытта шырмауықтардың арасынан шырмала қияр шыға қалады. Қиярдың гүлі ғана сарыға боялады. Олар қандай әдеміміз деп бір-біріне қарап таң қалады. Барлық қандай әдемісіңдер. Кемпір құсақ, маған да бір түсімді берші. Сырқасыз. Сен несің? Мен баялдым. Баялды. Онда мен саған өзімнің қою көк түсімді беремін. Мә қағып ал! Кемпір қосақ баялдыға қоңыр күлгін түсті береді. Кемпір құсақ, мынау түс маған ұнамайды. Өкінішті, енді біз ол түсті кейін қайтара алмаймын. Кемпір қосаққа өкпелеген баялды сол күйінде басы үйілген күйінде қала береді. Маңғаздана бау-бақшаның ішінде жатқан қарбыз Әрбіз, несу? Біз кемпір құсаққа ойымызның тәсімді әдемі үшімізді. Маңғаздана қарбыз Кемпір құсақ, дей берген кезінде жарқыраған күн шығып, кемпір қосақ жоқ болып кетті. Сонан бері бақшаның ішінде қарбыз жасыл күйінде қалады. Нұрсерік. жиналып, қарбыз басымыз. Қайсымыз емдіп дамымыз, ісімізді адамға тиеді көп пайдам. Дәмді Әйеге тұздаға кейінде, сәмә пиген кейінде жейді байы тесіне. кім? Кім баса бышырнам, дастаннан естеген. Мені жеген адамдар, кем болмады күшінде. Піскен кезде қызанақ, күз тартар қызыл түсімен,
Narmadan süsünbey, kızana sorunun işbegin. Asqa baktın dämi, tan dayımda äli keptirilgen dämi, taktırmaşın däri. Қане балалар, көкөністердің қандай ағзаға дәмді екенін көріп, тамашалап тыңдадыңыздар ма? Олай болса, біздің балаларға рахмет айтамыз. Асқабақ Амина, Қызанақ Әбубәкір, Сәбіз Мұхаммад, Қиял Расул, Кемпір Қосақ рөлін сомдаған Константин, Қарбыз Ибрахим, Аялды Нұрсерік.